Ассаламағалейкум достар. Кәсіпкерлік 21 әдет 11-ші күн және де 11-ші сабақты бастаймыз. Біз өз-өзімізді қалай тану керекпіз? Және де өз-өзімізді қалай бағалау керекпіз? Және де өз-өзімізді қалай дамыту керекпіз? Осы төңіректе сіздермен сөйлесетін боламыз. Ең бірінші өз-өзімді тану. Өз-өзімізді қалай тану керекпіз? Біз өз-өзімізді тереңірек білген кезде өзіміздің қабілетімізді, сенімдерімізді және де мақсаттарымызды дәл қазір сіз қай жерде тұрсыз, осы дүниенің бәрін сіз білген кезде, және де шынайы өзіңіздің құндылықтарыңызды білген кезде, өзіңіздің және де күшті тұстарыңызды жақсы түсінген кезде, біз бұны бағалау деп атаймыз да. Және де өз-өзімізді қалай бағалау керекпіз? Өз-өзіміздің әдеттерімізді, және де өз-өзіміздің мінез құлықтарымызды, және де қабілеттерімізді бағалау. Өз-өзімізді танығаннан кейін бағалай бастаймыз. Бізде мына жерде тұр екенмін, енді мына жаққа қарай даму керекпін деген сияқты. Содан кейін өзіңіздің әлсіз жақтарыңызды білу. Бұл да өте маңызды. Және де өз-өздеріңізді дамытуға болатын аймақтарды сіз білу керексіз. Біз бизнес кит кәсіпкерлер қауымдастығында кәсіпкерлер бізге келген кезде бізде өз-өзіңді тану үшін профориентация деген бізде тест бар. Сол тестпенен сіз өз-өзіңізді тексересіз. Бізде профессионалды түрде мамандар бар, психологтар бар. Сізге мынандай қағаз жазып береді. Сол қағаздан кейін мен өзім кәсіпкер ретінде сол тестқа мен сіздерге талдау жасап берем. Бұл талдауды біз кәсіпкерлердің арасында бизнес-разбор дейміз. Бизнес-разборда сіз өзіңіздің қабілетіңізді нақты түсінетін боласыз. Сіз өзіңіздің қабілетіңізді түсінген кезде, және де сіз өзіңіздің қабілетіңізге сәйкес келетін мамандықтарды, сіздің қабілетіңізге сәйкес келетін профессия, және өзіңіздің бір дағдыларыңызға сәйкес келетін дүниелерді таңдаймыз. Сол арқылы біз сәйкестендіргеннен кейін бәрін біз ары қарай дамытумен айналысамыз. Бұл үшінші этап, достар. Өз-өзіңді дамыту деген бұл үшінші этап болады. Бұның маңызы өз-өзіңізді дамыту арқылы және де кәсіби өсу. Және де сіз өзіңіздің дағдыларыңызды, өзіңіздің күшіңіздің бәрін білген кезде, әрине сіз міндетті түрде ары қарай дамытудың сізге жолдар ашық болады. А нүктесінен, былайша айтқанда, қысқаша Б нүктесіне дейін сізге көрінбей тұрған жолдарды біз қысқаша жолын көрсете аламыз. Және де мақсаттары өзіңіздің күшті жақтарыңызды одан әрі дамыту, және де мақсаттары өзіңіздің күшті жақтарыңызды дамыту, және де әлсіз жақтарыңызды бір жетілдіру. Сіз өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды білген кезде де бұл да күш, достар. Әлсіз тұстарымызға біз көбінесе фокус жасамай, өзіміздің мықты тұстарымызды дамытқан кезде сіз міндетті түрде екіздес болып өсесіз. Бұл өте маңызды, достар. Жәнегі айтқан сіздерге 3 қадам өз-өзіңді тану, өз-өзіңді бағалау және дамыту. Бұның әр қайсының бір өзіндік бір байланысы бар. Және де бір-бірімен өте тығыз байланыста. Сіз бұлардың қадамдарын білген кезде бұл процестер арқылы өзіңізді міндетті түрде, кәсіби түрде дамытатын боламыз. Ал өзіңізді дамыту және де өзіңізді бағалау процестерін қалай біз өзімізге бекітсек болады? Қалай ойлайсыздар, достар? Өзін-өзі тану дегеніміз, жәнегіде мен айтқанымдай, өз-өзіңізді тану үшін ең алдымен тест жасасаңыздар болады. Егер де сізде тест жасайтындай, өз-өзіңізге профориентация дейді ғой, соны жасайтын мүмкіншілік болмайтын болса, онда сіз өздеріңізге сұрақ қоя біліңіз. Және де сол сұраққа өз-өздеріңізді алдамай, өз-өздеріңізге соны қиындатпай, жеңіл түрде менің нағыз құндылықтарым не нәрсе? Мені шын мәнінде не нәрсе қызықтырады деген сияқты өздеріңізге сұрақтарды шын мәнінде қойған кезде, сол сұрақтарға өздеріңізге шынайы түрде жауап берген кезде, достар, сол кезде сіздер өз-өздеріңізді тереңірек танитын боласыздар. Шынымен де өздеріңіздің бір ұнататын нәрселеріңіз бар ғой? Армандарыңыз бар, жақсы қолдарыңыздан істей алатын нәрселеріңіз бар, және де сіздерге қоғамның бір төлейтін дүниесі бар. Осы бір балансты бір-біріңізге ромбик сияқты осының жауаптарын сіздер дұрыс тапқан кезде, сіздер өз-өздеріңізді танитын боласыздар. Және де өз-өздеріңізді бағалау.
менің күшті және де әлсіз жақтарым қандай, және де мен қандай жағдайда тиімдімін деген сияқты, немесе қандай жағдайда тиімді емеспін деген сияқты сұрақтарға өзіңіздің бір мінез құлықтарыңызды бағалайтын сұрақтарды өзіңізге шынайы түрде қоюыңыз керексіз. Сол кезде өзіңізді бағалау деген нәрсеге сіз шынайы түрде жауабын аласыз. Одан кейін осы сұрақтардың бәрінің жауабын алғаннан кейін өзімізді дамыту керекпіз. Міндетті түрде мен қандай салада дамығым келеді, немесе менің ұзақ мерзімдегі мақсаттарым қандай деген сияқты жеке немесе кәсіби дамуға байланысты бір сұрақтардың, бір маңызды сұрақтарды өздеріңіз анықтау керексіз. Өздеріңізге міндетті түрде шынайы сұрақ беріп, және де өздеріңізге шынайы жауап беруді үйреніңіздер. Бұл ең басты кәсіпкерлік дағдылардан. Сіздерге үй тапсырмасы ретінде сұрақты қиындатпай, және мен жоғарғыда айтып өткен 6 сұрақ бар ғой. Сол 6 сұраққа шынайы түрде жауап беруге тырысып көріңіздер. Сол 6 сұраққа шынайы түрде жауап берген кезде, мына менің тапсырма бөліміндегі соның ішіне жауаптарыңыздың бәрін жазыңыздар. Бұл сұрақтар ең бастысы өздеріңізге керек, достар. Сол үшін мейлінше шынайы болыңыздар. Араларыңызда белсенді адамдарға мен 21 000 теңгеден аударатын боламын. Мен сіздердің тапсырмаларыңызды қарау арқылы араларыңыздағы белсенді адамдарды анықтаймын. Достар, ұмытпаңыздар, бұл кәсіпкерлік әдеттерді бекіту және түбіне дейін шыдап, аяғына дейін жүру бұл өздеріңіз үшін өте керек дүние. Сіз өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгерткілеріңіз келетін болса, өзгеру деген сөз жалпы өзге деген сөзден басталады. Сіз өзгеру дегеніміз, біз өзгергіміз келеді, қалай өзгергіміз келетінін білмейміз, зона комфортынан қалай шығу керек екенін білмейміз, қалай істесек болады, мәке деген сияқты маған сұрақтарды адамдар өте көп жолдап жатады. Мен сіздерге айтайын дегенім, өзгергіңіз келетін болса, өзгеру деген, ол өзге деген сөз тіркесінен басталады. Значит, ол өзге жол деген сөзді сіз бұрынғы жүріп жүрген жолыңызбен қайта-қайта жүре беретін болсаңыз, бұрынғыдай тұрмайтын болсаңыз, жалқаулығыңызға басып, осы кәсіпкерлік әдеттерді істемейтін болсаңыз, жарты жолдан кетіп қалатын болсаңыз, онда сіз өзгермейсіз. Значит, өзгергіңіз келетін болса, онда өзге жолды таңдаңыз. Өзге жол, иншалла, Алла тағала баршамызға берекетін берсін. Бәріміз бір жерде, бір ортада иншалла дамып шығайық.